Қызық бір сұрақ. Ойланшы, сен қонақ үйге келдің, и қонақ үйге келдің бір аптаға. И ішіне бәріне заттар ала бастадың, телевизор алдың, үйінде жаңағы полды ауыстырдың, ремонт жасай бастадың, короче. Не алдың, диван алдың, ананы алдың, шкаф алдың. Өзгертіп тастадың, обой алдың, жабыстырдың, бәрін істеп тастадың. Сен кім санайды адамды? Есалаң санайды. Сол сияқты мына өмірде өзіңе ештеңе алып қажет жоқ андай. Өміріңді сәндеудің қажеті жоқ. Жақсы өмір сүру керек, пайдалы болуға тырысу керек. Бұл ең сабындай, қамшының сабындай қысқа екен өмір ғой. Бұл жақта көбірек адамдарға көмектесуге тырысу керек, көбірек жақсылық істер істеуге тырысу керек. Қысқа, өмір өте қысқа. Сол себепте жақсы заттар көбірек істеуге тырысыңыз. Бәрібір қанша миллиард алтын жинасаң да, оның бәрібір сен осы жақта қалдырып кетесің. Бала шағаң алып қалады, ол бала шағаң оны ары қарай не істейтінін Құдай біледі. Сол себептен басқа жандарға көмектесуге тырысыңыздар. Жаңағы қонақ үйге келіп, қонақ үйді сәндеумен айналыспаңыз, қонақ үйдегі адамдарға көмектесумен айналысыңыз.